Соңғы ақпар Алматыда үйінде қасқыр бағатын тұрғындар саны көбейіп келеді. Көршілерінің қауіпсіздік шаралары алаңдатса, жыртқыш иелері үйретілген қасқыр иттен қауіпті емес деген пікірде. Адамдар арасындағы бөлтірікті тілшіміз деп қайтты. Ет ұстап едім, соны не қылып есіне келіп. 16 жастағы Ернар Болатбек Көксерек фильмін көрген, әңгімесінде оқыған. Ернарда бас кейіпкер Құрмаш секілді үйінде түз тағысын бағуды жөн санапты. Қасқырдың жыртқыш екенін білет, бірақ дегеннен қайтпаған. Бағамайсың, сен не істейсің оны дейді. Сен бірінші өзіңе қарап алсай дейді. Неше түрлі қалжыңдарын айтады. Бәрі де білемін. Ондай қарамаймын да. Келем, қасқыр. Үй, сабақ, қасқыр. Сипалап отырасың. Қызық, сүтін бересің. Түріне қарайсың. Кинолардан көресің, сол сияқты бүйтіп қарап отырасың. Қызық ден. Bir жағынан өзі құмарлығым бар. Көрдің бе? Ал бұл Қайрат Тұрлыхановтың агушасы. Ел ағасы үйіндегі ұрғашы құртқасына еркелетіп, осындай атау беріпті. Жануардан ештеңесін аямайды. Алма да береді, кәмпит те жегізеді. 7-8 күндей тамақ ішкен жоқ. Не болады деген енді қалай ары қарай соскымен беріп көрдім сүтті. Сүтті аузына да алмайды, соскымен жаңағы резинан дәмі шыққаннан кейін. Содан кейін аузыммен бердім сүтті, тіліммен. Содан үйренді. Одан кейін анда-мында Астанаға, анда-мында шыққан кезде жаңағы командировка қалтамасап жүрдім. Сөйтіп біраз үлкейді. Одан кейін қасыма жатады. Жаңағы немеремнің кішкентай памперсін бұтына салып қоямын. Үстіп үйреттім, міне бүгінгі күнге дейін осындай жағдай болады. Қайрат Болатұлының мақсаты 5 жастағы агушаны бельгиялық овчаркамен будандастырып, шекара кеден қызметіне арналған кәсіби ит шығару. Ал Ернарды алда не күтіп тұрғаны беймәлім. Әрине, әркімнің де өз ермегі бар, бірақ ешкімнің оған ештеңе деуге құқы жоқ. Бірақ тарихта болған мысалдар көп емес па? Соның ішінде Әуезовтің Көксерегіндегі Құрмаштың тағдыры аянышпен аяқталған дәлел. Нұрсейіт Жылқышыбаев, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.